Қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін сіздерге қысқа арналған баклажаннан жасалынатын дәмі тіл үйіретін өте дәмді салатпен бөліспекшімін. Яғни банкаларыңызды барлығын дайындап аламыз алдымен. Одан кейін біз кірісеміз, яғни помидорға. Помидор бізде 2 килограмм. Жақсылап видеодағыдай етіп 4 бөлікке қатты кесіп жібермей, тек бетін сәл ғана кесіп үстіне қайнап тұрған суымызды құямыз, және осы қалыпты барлығы батуы керек. Араластырып қойыңыздар. Бізге не үшін бұл ыстық суда ұстау керек? Яғни 2-3 минуттай ұстаймыз. Себебі бізге сырты жақсы аршылу үшін. Яғни сырты бұл салатқа қажет емес деген сөз. Яғни дайын болған сыртын ашып, керек емес бастарын бәрін алып тастаймыз. Видеода барлығы анық көрсетілген. Тура солай жасасаңыздар болады. Алып тастағаннан кейін жақсылап тұрып, барлығын кубиктап, әдемілеп майда етіп тураймыз. Мінекей видеода барлығы анық көрсетіліп тұр. Яғни бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Сосын барып кубиктап, жақсылап турап, помидорларымызды бір ыдысқа салып дайындап қоямыз. Яғни бұл бізге соңынан керек болады. Одан кейін 300 мл сұйық майымызды құйып, қыздырып, оның үстіне жарты килограмм жуаны салып, әбден қуырамыз. Яғни күйіп кетпесін, кішкене қарап тұрасыздар. Қатты қызартып жібермеңіздер. Яғни прозрачный түсте әбден босаңсу керек. Содан кейін теркадан өтілген жарты килограмм сәбізді үстіне салып, тағы да 2-3 минут кішкене пісіріп аламыз. Немесе 3-4 минут пісірсеңіздер болады. Барлығын жақсылап араластырып отырамыз. Асты күйіп кетпеу керек. Барлығын жақсы араластырғаннан кейін ендігі кезекте біз үстіне дайын болған помидорымызды саламыз. Помидор бұл кішкене 5-6 минуттай тұру керек. Жақсылап әбден суы шығу керек. Яғни арасын араластырып отырасыздар. Барлығы суы шыққаннан кейін барып, бізде келесі кезекте яғни тұзымызды саламыз, қантымызды саламыз. Қанша мөлшерде салыну керектігін сіздерге мінекей жазып өттім. 2 ас қасық тұз дедім. Егер де тұзыңыздың дәмі кішкене аздау болатын болса, үстіне тағы да тұз қоссаңыз болады. Себебі әркім әрқалай жақсы көреді. Біреу тәтті, біреу ащы. Барлығын қосып болғаннан кейін тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Барлық жеріне сіңу керек, араласу керек тұзымыз, қантымыз. Одан кейін жақсылап араластырып, бұқтырылып болғаннан кейін ендігі кезекте перецті біз қалай етіп тураймыз? Яғни ұзын-ұзын жіңішке соломка етіп турап аламыз. Перец бізде яғни 2 килограмм баклажанмен 2 килограмм перец жүреді. Кешіріңіздер, 1 килограмм перец жүреді. Баклажанымызды кубиктап турап алғаннан кейін, яғни перец екеуін бірге саламыз. Бір кезекте жақсылап араластырып, 30-35 минуттай бұқтырамыз. Яғни астын жайлап, байқап қарап отырасыздар. Одан кейін бізде үйде енді дәміне қарай петрушка салсаңыздар болады, салмасаңыздар да болады. Чеснок 80 грамм, яғни блендерден өткізіп үстіне саламыз. Одан кейін уксус 9%, яғни 4 ас қасық немесе 5 ас қасық саламыз. 3-4 минут кішкене бұқтырып алғаннан кейін астын өшіреміз. Дәмін осы кезде көріп алсаңыздар болады. Өте керемет жасап көріңіздер. Сіздер өкінбейсіздер. Сіздерге ұнайтынына мен 100% сенімдімін. Ас болсын. Барлықтарыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз.